Сәлем баршаңызға. Всем привет. Hi everyone. Үш тілде амандасқанды жөн көрдім. Мен Сәкен Сейфуллин атындағы орта мектептің 10-шы А сынып оқушысы Аңламасова Айнұрмын. Ғылыми жобамның тақырыбы Жанатас өлкесінің тарихи және заманауи архитектуралық нысандары. Жобамның мақсаты туған өлкенің тарихи мәдени ескерткіштерін жаңғырту және дәріптеу. Алдымен туған өлкеме арналған өлең шумақтарымды қабыл алыңыздар. Сарысуым алтын бесігім. Менің өлкем Сарысу. Сарысумен танысу, кішкентай боп көрінер, бұл жақтағы барасу. Кіндік қаным тамған жер, әуде бәнді салған жер. Бабалардың байырғы аяғызы қалған жер. Тарихынан елімнің жайлап қана қозғайын. Байлығын айтып өзгенің табанымнан тозбайын. Байлығы елдің демекші, бақ дәулеті келмекші. Жанатасым мекенім, фосфориттің еніші. Сақталған елдің дәстүрі, елдің бастыны. Сарысудай ауданда бабамның өтті жастығы. Жасаруда қаламыз, көркеюде даламыз. Қаламыз деп Жанатас ұялмай айта аламыз. Шерін тартып азаптың, өтті қанша азап күн. Ілгерілей бастады Жанатасы қазақтың. Ал енді Жанатас қаласындағы тарихи заманауи ескерткіштерді таныстырып өтейін. Бүркітті орта ғасырлық қала жұрты 8-12 ғасырларға тән бұл обалар Жанатас қаласы орталығында Бүркітті өзен сол жағалауында орналасқан. 2014 жылы археологиялық экспедиция зерттеген. Ерте темір дәуірі Жанатас қаласы орталық құрылыс салынбаған бөлігінде Бүркітті өзенінің оң жағалауында жайылма үстіндегі террасада орналасқан. 2006 жылы экспедициясы анықтаған. 2014 жылы археологиялық экспедиция ескерткіштер жинағы экспедициясы зерттеген. Жауынгер жерлестер ескерткіші 1941-1945 жылдары қаза болғандарға арналған. Жеңістің 30 жылдығына орай қала орталығында тұрғызылған. Авторлары Жанәділов, Әкімжанов мәрмәр тақталармен әрленген темір бетоннан тұрғызылған. Монумент Қаныш Сәтпаев атындағы орта мектептің 1972 жылғы түлектер Жанатас қаласына С ретінде 2012 жылы орнатқан. Жанатас қаласының оңтүстік бөлігінде Бүркітті су қоймасының батысында 300 метр жерде орналасқан. Жіңішке каркасы стела түрінде. Тұғырдың бірінші қабаты гранит сынақтарымен көмкерілген, екінші әрлеуші тақталармен қапталған. Стеланың орталық бөлігінде нақыш жазу бар тақта орнатылған. Кеншілер ескерткіші. Жанатас қаласы Бабалар аллеясында орнатылған. Монумент форфор рудаларын өндірудің 60 жылдық мерейтойына арналған. Композиция гранит тақталармен қапталған бетон тұғырдан. Оған орнатылған бетон мүсіннен тұрады. Мүсін қола түсте сырмен боялған. Мүсін рельсті жасалған батырдың жартысты жару кезі бейнелейді. Тұғырда жазулы тақта орнатылған. Ескерткіш айналасындағы территория тақталарымен төселіп гүлзарлар егілген. Мен туған өлкемнің жәдігерлерімен мақтанамын. Оларды жаңғыртуда өз үлесімді қосамын. Назарларыңызға рахмет.